Сәлеметсіздер ме, бүгінгі білім алушылар? Үшінші дәрістің тақырыбы ауа гигиенасы. Малдың денсаулығын сақтауда ауаның алатын орны ерекше. Ауаны экологиялық тұрғыдан бағалауда оның мына төмендегі көрсеткіштері еске алынуы керек. Физикалық қасиеттері, температура, ылғалдылық, қысым, химиялық құрамы, тұрақты компоненттер және бөтен зат газдар, механикалық құрамы, шаңның, ыстың және тағда басқалардың болуы, сонымен қатар бактериялық ластану, микробтардың болуы. Ауаның қасиеттері мен көрсеткіштерін шектен ауытқуы мал организміне тікелей әсер етіп, оның өнімділігін едәуір азайтып, ауруға шалдықтырады. Ауа мал тіршілігі ететін және олар үнемі қарым-қатынаста болатын сыртқы орта. Ауа тыныс алуға ең қажетті оттегінің көзі, әрі жылу алмасуға организмнің басқа да функцияларына әсер етеді. Ауа мал тіршілігіне аса қажет және биосфераның маңызды элементі болып табылады. Қоршаған ортаның ауа райы атмосфералық қысыммен, температурамен, ылғалдылықпен, жел күшімен, күн сәулесінің кернеуімен, бұлттылықпен және жауын-шашынмен сипатталады. Ауа райының мал организмі тікелей де, жанама да әсер ететін экологиялық маңызы бар. Ауа райының мал организміне тікелей әсері оның жылу алмасу процесіне ықпалы арқылы жүзеге асырылған. Ауа райының жылы, ыстық болуы малды қорада ұстағанда да, өрісте баққанда да, тіпті тасымалдау кезінде де оның өзінің организмді қыздырып, мал ыстық өтуі мүмкін. Суық ауа райы кезінде малға әсіресе төлге суық тиіп жиі ауырады. Күзде, қыста, тіпті көктемнің ызғарлы салқын кезінде күн сәулесінің әсіресе ультракүлгін сәулелерінің қарқындылығымен төмендейді. 50%-дан жоғары болған жағдайда. Ауа райының өзгерісі әртүрлі тітіркендіргіштер жиынтығының ауысуымен қатар мал организмінің оларға қарсы тұру реакциялық өзгеруіне әкеліп соқтырады. Сөйтіп организмге мұндай факторлар жиі және ұзақ әсер етсе, организмдегі ағзалар мен жүйелер көндігіп аталмыш әсерлерге бейімделе бастайды. Оңтүстік Қазақстанның климаты континентальды болып, жаз мен қыс айларында аралық температуралардың алшақтығымен және ылғалдылық тапшылығымен сипатталады. Мал шаруашылығында микроклимат деп мал қораның климатын айтады. Мал қораның микроклиматы ауаның физикалық жағдайына, оның газбен, микробпен, тозаңмен ластануына тікелей байланысты болып табылады. Мал организміне төменгі температураның әсері. Ауа температурасының шектен тыс төмендеуі мал организмінде зат алмасу мен жылудың артуына әкеп соқтырады. Ал бұл жағдай ең алдымен энергия құру үшін қосымша азық шығынын қажет етеді. Төменгі температура әсіресе жас төлдерге, жаңа туылған, ауру және ауырып жазылған малдарда өте қауіпті. Зат алмасу бұзылады, ағзалардың функционалды қабілеті төмендейді, суық тию және үсу байқалады. Сиыр қораларында температураның 18 градусқа дейін көтерілуі немесе 5 градуста төмендеуі олардың өсімталдығын төмендетуге әкеп соғады. Малдың суыққа шалдығуының алдын алу үшін оларды температурасы қолайлы қоражайларда күтіп бағуды, сондай-ақ дұрыс азықтандыруды қарастырған жөн. Мал организміне жоғары температураның әсері. Басқа малдарға қарағанда сиыр ыстық ауаға төзімдірек келеді, 20-40 градус аралықтарында. Жоғары температурада мал организмге жылудың жиналуына, соңынан ыстық ұруға әкеп соғады. Малды ыстық ұрғанда дене қызуы 42 градусқа дейін, тері қызуы көтеріледі. Егер дер кезінде шара қолданылмаса, тыныс алу орталығы мен жүректің сіреспесімен мал өледі. Жылудың ұзақ сақталуы кезінде семіртілетін малда, оларды жабық, жеделдетілген, жеткіліксіз қоражайларда ұстағанда, молынан азықтандырғанда кездеседі. Сондай-ақ мұнда жағдайда жас малды әрі жылы, әрі ылғалды қораларда ұстағанда көбірек байқалады. Қоражайларда қолайлы ауа температурасынан ұстаса, оған қосымша дұрыс азықтандыру білсе, бүгінгі талапқа сай дені сау, мол өнімді беретін мал өсіруі әбден мүмкін. Атмосфералық қысым бізді қоршаған атмосфера ауасының салмағы
Ауа салмағы бар. Ол жер бетінде барлық затқа, соның ішінде тірі организмге үнемі айтарлықтай қысым жасайды. Қысым күрт ауысса, сүтті сиырлардың сүті азайып, қоңы төменденеді. Ауа ылғалдылығы мал тіршілігіне және оның өнімділігіне зор әсер етуші фактор. Температура және ылғалдылық бір-бірімен тығыз байланысты және басты климаттық факторлар. 1 килограмм куб атмосфералық ауада орта есеппен 2-34 грамм су буы болады. Ауаның әсері температурасына сәйкес оның су буымен қанығу шегі болады. Егер осы шектен асып кетсе, ауа ылғалдылығы шық, қырау және тағда басқа түрінде бөлінеді. Мал қоралары ауасының ылғалдылығы мал қораларының ішкі ауасында бу мөлшері әдеттегідей атмосферадағы буға қарағанда көп. Атмосфераның ауа ылғалдылығы қора ауасының 10-15% құрайды. Мал қораларының жоғарғы ылғалдылығына қарсы мынандай шаралар жүргізілуі қажет. Мал қораларының жобалағанда және салғанда құрылыс материалдарының дұрыс таңдалуы, оларды пайдалану кезінде зоогигиеналық талаптарды сақтау, құрғақ сабаннан төсеніш төсеу, салыстырмалы ылғалдылықпен 8-10% ғана азаяды. Сөндірілмеген әк қолдану салыстырмалы ылғалдылықпен 6-10% ғана төмендейді. Асыл тұқымды мал шаруашылықтары және мал өсіретін өндірістерде малды қыста серуендетіп, жазда жайылымға шығарған дұрыс. Ауа қозғалысы егер желдің жылдамдығы 4 балдан асса, малдың терісі ежептәуір тоғазиды. Мысалы, 1 сағат шамасында желдеткенде сиырдың терісінің қызуы 3-5 градусқа төмендейді. Ауа қозғалысының жылдамдығы секундына 0,1-0,4 метрге дейін артқанда ауа температурасының 5 градус суығына тең келеді. Тіпті ауа қозғалысының жылдамдығы сәл ғана ұлғайғанның өзінде ауаның суыту қабілеті айтарлықтай өседі. Ауа қозғалысы жылдамдығының секундына 0,1 метр артуы, оның суыту күшінің 1 шаршы метр секундына 0,19 микрокал өсуіне әкеп соқтырады. Микроклиматқа толығырақ сипаттама беру үшін іс жүзінде ауаның салқындату күші деп аталатын көрсеткіш енгізілген. Мал қораларында ауаның салқындату күші катаиндекс, сиыр қораларында 7,2-9,5, ал бұзауларда 6,6-8-ден төмен болмауы керек. Ауа микроорганизмдері. Ауаға микроорганизмдер көбінесе топырақтан, судан, мал мен адамнан барып тарайды. Оларға шаң араласады, қатты аэрозольдер, немесе тамшыға қосылады, сұйық аэрозольдер арқылы. Мал қораларында ауасында сапрофитті микроорганизмдердің де, шартты патогенді микроорганизмдердің де, кейде патогенді микроорганизмдердің де жетілуіне жағдай баршылық. Мәселен, оған ең алдымен жоғары температураның, ауаның ылғалдылығымен өте шаңдануының, ультракүлгін сәулелерінің жоқтығын және тар жерге шамадан көп малдың күтіп бағылуы, жатқызылуы жатады. Жабық мал қоралары ауасының микроорганизмдері түрі, құрамы бойынша негізінен сапрофиттер болып келеді. Мұнда коктар, саңырауқұлақтар, споралар, аспаргиллер, пенициллдер, мукорлар көп болады. Сиыр қора жағдайларында 1 метр куб ауасының микроорганизмдер саны 12-100 мыңға дейін аралықта ауытқып отырады. Ауаның газдық құрамы атмосфераны құрайтын газдың қоспасынан тұрады. Атмосфералық ауаның құрамы: газдер, азот, оттегі, көмірқышқыл, озон, су булары болып табылады. Салмағы мен көлемі бойынша, пайызы бойынша олар әртүрлі болып саналады. Назар аудартып тыңдарғандарыңызға рахмет.